Бала кезінде бұл нанды жемегендер жоқ шығар, иә? Бүгін сіздермен пияз бен шұжық қосылған нан пісіреміз. Анашым бала кезімде осы нандарды тандырға пісіріп беруші еді. Өте дәмді болатын еді. 200 грамм жылы сүтімізге 200 грамм жылы суымызды құйып, 50 грамм жібітілген іш майды құямыз. 1 шай қасық тұз салып, 600-650 грамм ұн салып, үстінен дрожжамызды салып, жұмсақ қамыр илеп, жылы жерге көтерілуге алып қоямыз. Алмасына бір пиязды майда етіп турап, үстінен қара бұрышты салып, үстінен шұжықты салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Дем болып көтерілген қамырларымызды 4 зуалаға бөліп аламыз. Әрбір зуаланы жайып, бөлме температурасындағы маргарин немесе сармай жақсаңыздар болады. Мен бұл жерде таза қолдың сармайын жақтым. Үстінен салмасын салып, видеодағыдай етіп орап шығамыз. Оралған қамырларымызды үстінен қайттан жайып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша күнжіт шашсаңыздар болады. 250 градуста қызып тұрған тоқ пешіне жібереміз. Пісіп шыққан нандардың үстінен ыстық кезінде қолдың сармайын жақсаңыздар, одан да дәмді болады. Үстіне шұжық қосылған нандарымыз дайын болды. Менің рецептім бойынша жасап, менімен бөлісе отырыңыздар. Видео ұнаған болса лайк басып, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.